Баршаңызға сәлем. Шайды немен ішсе болады деп ойланып отырған жандарға осындай қарапайым заттардан тұратын өте дәмді пирожный дайындайтын боламыз. Ол үшін қамырын дайындап аламыз. Бірінші қамырына 3 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқа былғап болған соң бір пашка маргаринімізді саламыз. Маргаринде 200 грамм және де 2 қасық бал саламыз, үлкен қасықпен. Осы видеода көрсеткендей тарелкада секер саламыз. Секеріміз примерно 150 грамм болу керек. Мен өлшемей салып жатырмын, достар. Және де ұн салып араластырып, ванильный сахарды да салуға болады өз қалауларыңызша. Және де разрыхлитель 1 чайная ложка саласыздар. Какао порошогын саламыз. Бұл жерде мен 3-4 қасықтай мөлшерлеп салдым. Сіздер өлшеп салсаңыздар болады. 3-4 қасықмен әрдайым осы пирогты пісіріп жүретін болған соң өзімен өлшеп сала беремін. Осылай қолға жабыспайтын ұндай етіп, ұнымызды жаймен салып алып, ақырындап салып алып, осылай қамырын жасап аламыз. Қатты болып кетпеу керек. Ұнды жайлап салып, осылай қамыр дайындап, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Сол дайын қамырды біз 8 бөлікке бөлеміз. Және осылай бәрін зуала қылып жасап аламыз. Ұнды көбірек шашып, осылай жабысып қалмау үшін домалақтап жайып аламыз. Осылай табамыздың астына ұнын шашып, духовкада где-то 2 минутқа жетер-жетпес пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Және де біз енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне 800 миллилитр сүтке 4 қасық ұн саламыз және 200 грамм секер саламыз да қоюланғанша, каша сияқты қоюланғанша пісіріп аламыз. Ыстықтай тұрып қорждарымызға жағып шығатын боламыз. Алдымен қорждарымызға осындай суға секер салып, осылай жағып аламыз. Чтобы ұндары кету үшін осылай ұндардың бәрін кетіп ылғалды қылып аламыз. Және де кремін жағып шығатын боламыз. Кремін көбірек жағуға тырысыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Осылай қалған қорждарын, осыдан қорждар ауысып қалады. Соларын езіп, оқтауменен езіп, қорждары қаттырақ болады, бірақ тез езіледі. Оқтаумен езсеңіздер болады, және де осылай сеуіп шығамыз. Осылай ыстықтай кремін құйып алып болған соң, дайын болғаннан кейін 2 сағаттай холодильникке салып қоямыз. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, достар. Егер осы жерге дейін көрген болсаңыздар, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер.